Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін үй жағдайында құрамына аштық қосылмаған, ашымаған манты дайындайтын боламыз. Қамыры езілмейді және де жабыспайды. Ең әуелі суық суымызды дайындап, оған 1 шай қасық тұзымызды салып, және де 1 жұмыртқамызды жарып салып, жақсылап араластыратын боламыз. Жылы су емес, суық су істететін боламыз. Осылай жұмыртқамызды әбден араластырып болғаннан кейін, електен өткізілген ұнымызды дайындап, оның үстінен осы суымызды құйып, қамыр елейтін боламыз. Қамырын елеген кезде өте жұмсақ қып емес, өте қатты қып та емес, бір қалыпты қып елейтін боламыз. Осылай суын аз-аздан құя отырып, қамырымызды елеп шығамыз. Одан кейін елеп болған қамырымызды тындыруға қойып, сәлден кейін қайта бір елеп жерсеңіздер, июі қанатын болады қамырымыздың. Салмасын дайындағанша қамырымызды тындыруға қойып қоямыз. Салмасына ет, картоп барлығын сақтап турап, бір-біріне қосып, одан кейін үстінен пиязымызды қосып, және де дәміне қарай тұз бұрышымызды қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Салмамыз жеген кезде тұтқыр болмас үшін, кішкене су құйып араластырып жерсеңіздер, салмамыз тұтқыр болмайды, және де сұйық май құйсаңыздар да болады. Тұтқыр болмас үшін 1-2 ас қасық сұйық май немесе өте көп емес, аздаған су құйсаңыздар жеткілікті. Мінекей, енді мантымыздың салмасы дайын болды. Енді мантымыздың қамырына көшетін боламыз. Мантымыздың қамыры тынып дайын тұр. Енді бастапқыда қамырымызды жақсылап басып жерсек, жақсы жайылатын болады. Бастапқыда жақсы жайылу үшін қамырымыз осылай қолымызбен бастапқыда басып аламыз. Одан кейін аздағы ұн сеуіп, қамырымызды жайып шығатын боламыз. Ұнды көп сеппейміз. Ұнымызды өте көп сеуіп жаятын болсақ, онда мантыларымызды түйген кезде бір-біріне жабыспай қалуы мүмкін. Сондықтан ұнды өте көп сеуіміздің қажеті жоқ. Қамырымызды жайып болғаннан кейін, дәл видеода көрсетілген бойынша бірінің үстіне бірін қойып, 5 саусақ көлемінде кесіп шығатын боламыз. Одан кейін бір-бірінің үстіне қойып, дәл видеода көрсетілген бойынша бір-бірінің үстіне қойып, тағы да 5 саусақ көлемінде кесіп шығатын боламыз. Қолымызды қойып, мөлшерлеп кессеңіздер де болады, жай осылай көз мөлшерімен кессеңіздер де болады. Әрбір кесіліп болған қамырымызды алып, осылай бір-бірін алып, оның үстіне салмасын салып, қамырымызды осы әдеттегідей түйіп жүргендей түйетін боламыз. Осы түйу әдісін барлықтарыңыз білет деген ойдамын. Осылай екі жағын жабыстыра отырып, мантымызды түйіп шықтық. Енді қасқанымызды майлап, үстінен мантыларымызды қойып, оның үстінен мантыларымызды тағы да майлап, мантыны 35-40 минут пісіріп алатын боламыз. Назарларыңызға көп рахмет. Видео ұнаған болса, лайк басып қолдай отырыңыздар. Сау саламатта болыңыздар.